Сәлем достар, сіздермен бірге Аружан. Бүгінгі видеода біз жеңіл тағам түрін жасайтын боламыз. Ең алдымен чесногымызды майдалап турап, сары маймен араластырамыз. Дайын сары майымызды нанның бетіне жағып, духовкаға 15 минутқа жібереміз. Нанымыз дайын болғанша начинкасын жасаймыз. Ең бірінші начинкамыз помидор мен укроптан тұрады. Помидор мен укропты жақсылап майдалап турап аламыз. Бәрін турап болған соң, кішкене тұз бен 2 ас қасық сұйық майды құйып жақсылап араластырып қоямыз. Енді екінші начинкамызды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге крабовые палочки, огурцы және де жұмыртқа қажет. Барлық ингредиенттерді майдалап турап аламыз. Бәрін турап болған соң, кішкене тұз сеуіп, майонез қосып жақсылап араластырамыз. Біздің начинкаларымыз дайын. Барлық начинкаларды нанның бетіне салып шығасыздар. Осымен біздің жеңіл тағамымыз дайын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.